Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз сіздермен бүгін қызыл барқыт пирожныйын пісіріп үйренеміз. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызға шекерді салып, майымыз аппақ болғанша миксердің көмегімен миксерлейміз. Енді майымыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Бұл жерде айта кететін жағдай, барлық заттар, яғни ингредиенттер бөлме температурасында болғаны дұрыс. Енді құрғақ ингредиенттерімізді өзара араластырып аламыз. Яғни ұнымызға разрыхлителімізді, шым-шым тұзымызды, қызыл красителімізді қосып, сұйық массамызбен араластырамыз. Енді үстіне сүт құйып, миксердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді дайын болған қамырымызды одноразовый мешокқа салып, пергаменттің үстіне құйып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 170 градус пеште 15-20 минут пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін творожный сырымызға сахарный пудрамызды қосып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Үстіне сливки қосып, қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Бұл жерде творожный сырымыз, сливкиміз мұздай болу қажет. Міне печеньелеріміз пісіп шықты. Печеньелеріміз біркелкі болу үшін осындай формамен кесіп шығамыз. Кремімізді басында насадкасы бар мешогымызға саламыз. Менде насадканың номері 303. Кремімізді печеньелеріміздің арасына жағып шығамыз. Бұл пирожный бір істегеннен идеальный болып шығады. Дастархандарыңызға сән береді. Міне пирожныйларымыз дайын болды. Осылай мен құсап бетін әсемдесеңіздер де болады. Міне пирожныйларымыз дайын болды. Менде осындай 11 пирожный шықты.
Сіздер көп жасағыларыңыз келсе, осы рецепт бойынша 2 есе, 3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.